Фатима әл-Фихри тарихта ең алғашқы университет ашқан мұсылман ғалым әйел. Кезінде арабтар мен мұсылмандардың ғылымға сіңірген еңбегін ешкім жоққа шығара алмайтындығы сөзсіз. Мұсылмандар арасынан математика, философия, география, тарих, инженерия, геометрия, астрономия, медицина сынды ғылым салаларында шыңдарға жеткен көптеген ұлы ғұламалар бой көрсетті. Бұл ғұламалардың жазып қалдырған еңбектері жүздеген жыл бойы әлемге ұстаздық қылды. Мұсылман ғұламалардың еңбектерін оқып, Коперник, Галилео сынды көптеген европалық ғылым адамдары туындады. Мұсылмандардың ғылымдағы жетістіктерін француз жазушысы Седио өзінің араб тарихы атты еңбегінде былай деп тілге алған екен. Математиканың барлық саласында арабтардың үлесі ерекше назар аудартады. Шындығында олар осы ғылым саласында біздерге ұстаз болып есептеледі. Мұсылман әйелдердің де ғылымға сіңірген еңбектері аз болмағанын айта кету керек. Сондай мұсылман ғалым әйелдің бірі Фатима әл-Фихри. Фатима әл-Фихрия милади 800 жылы Тунис елінің Қарауин қаласында бай отбасында дүниеге келеді. Кейіннен Тунис жерінен Марокко жеріне қоныс аударып, сол кездегі Марокконың астанасы Фас қаласына орнығады. Әкесі Мұхаммед ибн Абдулла әл-Фихри алғашында Тунистағы, кейіннен Марокконың ең бай саудагерлерінің бірі болады. Фатиманың отбасы бай болса да қанағаттылық, жомарттық, ізгі сүйерлік, дүниеге қызықпаушылық деген секілді мұсылмандық құндылықтар жанұясында үстемдік құрған еді. Сондай жанұядан тәрбие көрген Фатиманың да бойында қарапайымдылық пен кішіпейілділік, жомарттық пен ізгі сүйерлік сипаттары бар болатын. Мешіт салуы. Фатима әл-Фихри бойжеткеннен кейін бай бір жігітке тұрмысқа шығады. Алайда көп ұзамай күйеуі және одан соң көп кешікпей әкесі де о дүниелік болады. Осылайша Фатима орасан байлыққа мұра болып қалады. Алайда мұнша байлықты дұрыс жолда сарып қылуды ойлаған ол байлығын халық игілігіне жұмсауды жөн көреді. Сөйтіп, Фас қаласында үлкен бір мешіт соғуды ұйғарады. Өйткені ол кездегі мешіт мұсылмандарға тарлық қылатын. Бірақ Фатиманың жоспарынша мешіт тек құлшылық орны ғана емес, әлем ордасы да болуы керек еді. Ертеде мешіт медресе сияқты қоғамдық орындардың құрылысы мемлекеттің мойнында болатын. Фатима әл-Фихри өз қалтасынан үлкен тарихи мешіт соққан алғашқы мұсылман әйел атанды. Және де мешіттің құрылысына қолданылатын топырақ пен гипсті өзгенің жерінен алмау керек деп ойлап, бір саудагерден жерін қомақты ақшаға сатып алып, сары топырақ пен гипсті сол сатып алған жерінен алуды қатаң қадағалайды. Мешіттің құрылысы 18 жыл жалғасады. Милади 858 жылы басталып, 876 жылы аяқталады. Мәліметтерге қарағанда Фатима әл-Фихри мешіт аяқталғанға дейін ораза ұстаған екен. Мешіт аяқталғаннан соң мешітке Фатиманың туып өскен қаласы Қарауин қаласының есімі беріледі. Содан бастап әлі күнге дейін ол мешіт, кейіннен университет Қарауин деген атпен танымал. Әл-Қарауин. Қарауин мешітінің университетке айналуы. О баста Құдайға құлшылық қылатын үлкен ғибадатхана ретінде соғылған бұл алып ғимарат көп ұзамай ілім ошағына айналып үлгереді. О баста дін ғұламалары мешіттің ішінде діни ғылымның түрлі салаларында дәрістер жүргізіп бастайды. Одан кейін оқытылатын пәндердің қатары артып, ол жер география, тарих, логика, философия, математика, геометрия, медицина, химия, астрономия сынды ғылым салаларын оқытатын үлкен оқу орнына айналады. Жан-жақтан студенттер ағылып, Фас қаласы ғылым ордасы санала бастайды. Кейбір тарихшылардың зерттеулеріне қарағанда мешіттің түбегейлі университетке айналуы 877 жылға тура келеді екен. Яғни, мешіт құрылысы аяқталғаннан кейін бір жыл өтіп жоғарғы оқу орнына айналған. Кейбір тарихшылар мешіттің университетке айналу уақытын 10-шы ғасырдың бас жағы деп есептейді. Фатима әл-Фихри мешіт құрылысы біткеннен кейін 2 жылдан соң, яғни 878 жылы қайтыс болады. Бірақ өзі өлгенімен оның идеясы мен жоспары жалғасын тауып, мешіт үлкен ғылым ордасына айналады және
Өзінен кейін бұл университет шамамен 1000 жыл бойы ғылым мен мәдениеттің ошағы болып бүкіл адамзатқа қызмет атқарады. Келесі кезекте Қарауин университетінен оқып шыққан атақты тарихи тұлғаларға тоқталайық. Тарихшылардың айтысына қарағанда Фатима әл-Фихри соққан бұл ең көне жоғарғы оқу орны көптеген атақты ғалымдарды оқытып шығарған. Олардың арасында мұсылманы да, мұсылман немесі де бар. Қарауин университеті білім адамдарының жиналатын орталығы болды. Оған мұсылман елдермен бірге Европадан да студенттер келіп оқыды. Студенттер сол жерде бірнеше жыл қалып оқып, елдеріне ғалым болып оралып жатты. Олардың арасында тарихта есімдері алтын әріппен жазылған әлемдік тұлғалар да бар. Атап айтқанда, бірінші философ әрі медик Ибн Рушд, толық аты жөні Әбу Уалид Мұхаммед ибн Ахмед әл-Құртуби, 1126-1198. Мароккода қайтыс болған, Европада Аверройс есіммен танымал мұсылман. Екінші Ибн Халдун, толық аты жөні Әбу Зайд Абдурахман ибн Мұхаммед әл-Хадрами, 1342-1406. Қазіргі әлеуметтану ғылымының негізін қалаушы ғалым, философ әрі тарихшы, мұсылман. Үшінші Моисей Египетский, толық аты жөні Моше бен Маймон, арабша аты жөні Әбу Имран Муса ибн Маймун әл-Құртуби әл-Исраили, 113-1204. Философ, дәрігер, жан-жақты білімді тұлға, иудей. Төртінші Ибн Баджа, толық аты жөні Әбу Бәкір Мұхаммед ибн Яхия, 1095-1138. Мұсылмандық Испания жеріндегі шығыс аристотелизмнің бірінші белді өкілі, атақты дәрігер, салалары астрономия, математика, медицина, музыка, тіл, әдебиет, тағы басқа, мұсылман. Бесінші Мұхаммед Тай әл-Идриси, атақты мұсылман араб географтарының бірі. Алтыншы Ибн әл-Бәнна әл-Марракуши, 1256-1321, математик, астроном. Жетінші Рим папасы Сильвестр II, Герберт Арилейский, қайтыс болған жылы 1003 жыл. Орта ғасырдағы ғалымдардың бірі, шіркеу өкілі, мұсылман ғалымдарының математика мен астрономиядағы жетістіктерін Европада кеңінен насихаттаған тұлға. Ол қазіргі таңда бүкіл әлем қолданылып жатқан араб сандары деп аталатын сандарды Европада қолданысқа енгізген алғашқы білім адамы ретінде саналады. Рим папасының Қарауин университетінде математика саласын оқығандығы айтылады. Италия, ұлты француз. Келесі кезекте университет кітапханасы. Әлемдегі ең көне кітапханалардың бірі саналады. Кітапхана 4000-ға жуық іргелі негізді ғылым салаларына қатысты жазылған қолжазбаларды қамтиды. Бүгінде Қарауин университеті әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып келе жатқан ең көне жоғарғы оқу орны ретінде рекордтар Гиннесіне енген оқу орны, және де ол бүгінгі таңда әлемдегі ең көне және әлі күнге дейін өз ісін жалғастырып келе жатқан оқу орны ретінде ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізімінде. Қазіргі кезде Қарауин университеті ислами жоғарғы оқу орны ретінде өз жұмысын жалғастырып келеді. Алла тағала ғылымға және адамзаттың дамуына үлес қосқан жандарға разы болсын. Әлхамдулиллахи роббил алямин. Мәліметтер islam.kz сайтынан алынды. Дайындаған Абдусамат Қасым. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.